Ассалаумағалейкум. Шабандоз, қалайсың? Жақсы, шүкір. Атың кім? Шәкәрім. Шәкәрім, ай жарайсың. Қай жақтың азаматсың, Шәкәрім? Атырау. Атыраудан келдің бе? Қай бәйгеге шабасың қазір? Бүгін бе топпен аламын. Топпен де аламанға шабасың ба? Қай жақтың атына шабасың? Алматыныкіне. Алматының атына ма? Қандай аттарға шабасың? Аруна сосын Тордауыл дейді. Аруна Тордауыл деген бе? Атқа бұрыннан шауып жүрсің бе? 5 жыл болды. 5 жыл болды ма уже? Жақсы екен, жақсы. Қалай? Мәшін ұттың ба? Мәшін ұттың ба? Жоқ, ұтамайдым. Әлі ұта алмай жүрсің ба? Бұйырса ұтылады. Бұйырса ұтасың, Алла бұйырса. Жарай ма? Ең бастысы мықты жігіт бол. Жақсы ма? Нешедесің? Енді 11-де. 11 дейсің бе? Керемет. Қанша жыл болды атқа шапқаныңа? 5 жыл. 5 жыл болды, Үйде үлкенсің ба? Жоқ. Ортаншысы. Ортаншысың ба? Неше баласыңдар үйде? Үйде ма 6. 6 баласыңдар ма? Атқа шапқан жақсы көресің бе? Жақсы. Мама папалар звондады ма? Звондайды. Ал балам, ақ жол, сәттілік деп айтты ма? Жақсы. Ата-ананың дұғасы ең үлкен дұға, ең үлкен тілек, ең үлкен ниеттердің бірі, жарай ма? Қазақтың мықты азаматы бол, ата-анаң қуанып жүрсін. Ал жолың болсын, шабандоз, жақсылықтар тілеймін. Ешкімге сәлем айтпайсың ба? Ешкімге сәлем айтпайсың ба? Атырау жұртына, Маңғыстау еліне. Ата-анама сосын Атырау халқына сәлем айтамын. Алла бұйыртса, аягөзден жүлделі боламын дейсің бе? Жарайды, жақсы. Сен конексің ба? Жоға, мен де жәкеймін ғой. Сен де жәкейсің ба? Сен қайсы шабасың? Жау көрек жалпы. Бірақ көмектесуге келдім ғой. Бүгін көмектесуге келдің бе досыңа? Екеуің доссыңдар ма? Ағалы. Ағалы інілісіңдер ме? Әй, жарайсыңдар. Сенің атың кім? Айболат. Ай, молодец, Айболат. Айболат. Мықты батырға мінезі сай болады деген жігіт сенсің ғой, Ай, жарайды. Ой, шабандоз, сенің атың кім? Ассалаумағалейкум. Жантөре. Жантөре. Жантөре нешедесің? 13-те. 13-тесің бе? Қай жақтың атына шабасың бүгін? Алматы. Қаскелеңнің атына шабасың ба? Ал, Алла сәтін солсын. Не, қобалып жүрсің ба? Жоқ. Қорқып тұрған жоқсың ба? Аттан қорықпа. Ат ол ерді сақтайды, жарай ма? Нағыз ер азамат ат сақтайды, сондықтан да батыр бол. Ешқашан қорықпа, жарай ма? Бәйгеге шабам деп ниет еткеннен кейін жәнегі барлығын абыроймен атқар, жақсы ма? Ең бастысы атың да аман болсын, өзің де аман бол. Неше мәшін ұттың? Әлі ұтпадың ба? Енді ұтам деп жүрсің ғой, Жарайды, ең бастысы өздерің аман бол, мықты жігіт бола ғой, Қандай атқа шабайын дедің жән сен? Топ аламан. Топ аламанға, аттары қандай аттарың? Тамирис пен Сүмбе. Жарайды, жақсы. Давай, жігіттер. Ал, жақсылықтар тілеймін. Топ бәйгенің тұлпарлары жиналуда. Аққанат! Балам, ал, жеңіс құтты болсын. Ай, красавчиксің ғой сен, азаматсың, Нұрасыл. Нұрасыл қалай болды бәйге? Жақсы. Ау, қатты сөйлей ғой. Өте жақсы болды. Өте жақсы болды ма? Алаңдаған жоқсың ба? Жоқ. Енді тым алыс ұзатып алдың ғой сен, Нұрасыл. Ең соңғы айналымға дейін. Неге қуаламадың? Күші болып тұр ғой аттың. Тактика осылай болды ма, бапкер екеуіңді? Бапкердің айтқанын тыңдадың ба? Ай, молодец, жарайсың, Нұрасыл. Жігітсің сен. Мықты жігітсің, жарай ма? Тұлпарың да, өзің де аман бол. Жақсы ма? Абыройлы бола беріңдер, Нұрасыл.
Ассалаумағалейкум көрермен. Бұл жорық ұлы дала жорығы. Ұлы дала жорығында 500 шақырымды бағындырам деп бағын сынап байрақты бәсекеге келген шабандоз бауырларымыздың жанында тұрмыз. Бұл жігіттер Алматы қаласы Барыс командасының шабандоздары. Бағанадан бері көріп келе жатырмыз. Тас тақым аттың үстінде келе жатқан серінің әнін айтқандары да керемет. Сол бауырларымыздан бір ауыз сұхбат. Бауырлар, өздеріңіздің ат жөндеріңізді айтып өтіп, халыққа қайда тудыңыздар? Және де осы ұлттық спорт, ат спортында қызығушылық қашан оянды? Қалай бастадыңыздар? Есімім Әлімбек Мейірбек. Ұзынағаш тумасымын, Жамбыл ауданының. Ұлы дала жорығымен айналысып жатқанымызға 3 жыл болды. 5 рет шаптық. 1300 километрден бастап шаптық. Ұлы дала жорығы ол енді ата бабамыз. Мынау 5-ші рет шауып тұрғаныңыз ғой? Иә, 5-ші рет шауып келе жатырмын. Ұлы дала жорығы ол өзіміздің ата бабамыздан келе жатқан ұлттық спорт, жылқыны дамыту, қазақ жылқыларын аты өшіп кетпеу. Ат спортына қашан келдің, бауырым? Ат спортына келіп, бала кезден бері атта өскен баламыз ғой. Алғашында бәйгеге шауып кеткансың ғой? Иә, кішкентай Туған жерлеріңіз қай жер? Ұзынағаш Жамбыл Жабаевтың ауылы, Музей Жамбыл ауылынан боламыз. Бәйге мен жорықтың айырмашылығы бар ма? Иә, жер мен көктей ғой екеуінің айырмашылығы. Ол жерде біз жаңағы басқа тұқымдағы жылқыларды көретін болсақ, бұл жерде біз қазақи жылқыны өзіміздің кезіндегі ата бабамыз шапқан жылқылардың қанша қашықтықты өтетінін дәлелдеу ғой бұл. Қазір таңда көп мемлекет қызығып жатыр бізге. Бұл ұлттық спорт үлкен, ұлы дала жорығы қазір ауқымды болып дамып келе жатыр. Жылдан жылға дамып келе жатыр. Командалар қосылып жатыр екен. Командалар қосылып жатыр. Шет елден келетін командалардың қатары да аз емес екен, иә? Иә, олар басында бір командамен келетін, қазір уже қызығушылық танытып 2 командадан келіп жатыр. Ол үлкен ауқым. Біздің ұлттық спортымыз дамып жатыр. Жалпы мынау жорыққа дайындалу, бұл енді өте ауқымды жұмыс деп естідім. Жорықтың аттарын ең кемінде 5-6 ай бұл жорыққа арнайы дайындайды екен. Осы жолда дайындап жүрген ағаларың жөнінде айтып өтсеңдер болады. Біздің жетекшіміз Үсенов Қуат деген ағамыз. Ол кісіге үлкен алғыс білдіреміз. Ол кісі жорыққа ат дайындау ол өте қиын нәрсе. Ол сынақ жасаймыз, сынақтың өзін өткізу ол үлкен шаруа. Бірнеше сынақ жасаймыз. Оған ешқандай да жаңағы ешқай мемлекеттен көмек болмайды. 100 шақырымнан жүресіздер ғой әр сынақ. 200-300 шақырым. Ойлаңыздар, сынақтың өзіне 300 шақырымнан жүреді. Бұл жігіттер 6 ай дайындалса, 6 айдың кемінде айына 1 рет, 2 рет сынаққа жасайды аттарына. Солай емес пе? Иә, сынақ жасаймыз. Тауға шығарамыз, жазғы жермен жүргіземіз. Бізге бірінші келеді ғой, 2 ай бұрын. Сынақ міне Қостанай облысында болып жатыр дейді. Біз Қостанайдың жерін зерттейміз. Соның жері қандай болады? Соған қарай біз аттар шынықтырамыз. Сосын жаңағы бұл жерде аттардың витаминдерін береміз, күш қуатын өсіреміз. Бұл аттарға анализ алады. Мысалы қазір аттардың анализін тапсырып отырамыз. Үлкен ауқымды нәрсе. Жақсы. Мынау досың ба, бауырың ба? Командалас серігің. Бауырың, інің ғой, иә? Ал інісі, сіз қалайсыз? Жақсы ма? Жақсы. Мен атым Ерасыл. Осы жорыққа шапқаным биыл 1-ші жыл. Биыл алғашқы шауып тұрсыз ғой. Қалай шаршаған жоқсың ба? Жоқ, бәрі жақсы. Сынақта үйреніп алдың ғой сен әбден. Иә. Алдағы уақытта жақсы нәтиже көрсетеміз деген ойдамыз. Сіздер қай жақтансыз? Ұзынағаш. Ұзынағаштансыздар, иә. Қалай жорық жолы ұнап жатыр ма? Қиыншылық болған жоқ па? Иә. Бұл жерде жігіттер аз ұйықтап көп жұмыс жасайды. Біз келгеннен бері байқап жүрміз. Ала таңнан бастап жорыққа дайындалады. Онан келгеннен кейін түскі астарын ішіп алғаннан кейін де аттарын сылап сипап, құйрық жалын тарап, жуып, тазалап жорыққа дайындайды. Түнде де кеш жатса да таңмен ерте тұрып, ұлттық спорт жолында осындай қызығушылық танытып, өсіп өркендеп қатқан бауырлар, сіздерге үлкен рахмет. Енді жылқыға жақын жүрген адам жүректі болады. Жылқыға жақын жүрген адамның мақсаты айқын болады. Жылқыға жақын жүрген адам төзімді болады, солай емес пе? Иә, ұлттық спортымызды дамытайық. Жылқы малын ұстайық әрқайсымыз. Ата бабамыздан келе жатқан мұра ғой бұл. Сол оны қол үзбей ары қарай жалғастырып алып кетейік. Жарайды. Ал жақсы жігіттер, жаңа ғана бұл жігіттер жарыс жолынан келді. Көп мазаламайық. Сәтті күндерде, жақсы күндерде жолығайық. Жеңістің тұғырынан
қуанышты бірге тойлайық. Жарай ма? Рахмет жігіттер.